بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bugünkü sabahımızda İmam el-Balbahari rahimahullah aytadı: ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Бұл бүгінгі сабақта өте бір ислам үмбетінде ең бір қатерлі болған бидат және үлкен бір фитнаның себебі болған бір жағдай туралы сөз кетеді. Имам Ахмад рахимахулла уақытында өткен сабағымызда айтқандай, Ахлус-сунна вал жамаат айыммалары өте қатты, өте ауыр болған емтиханға жолықты. Жахмиттер патшаға жақын болып алып, олар өздерін сөздерін ақиқат қылып көрсетіп, сол патшаның күшіменен өздері дұрыс деп ойлаған осы бидатқа бүткіл адамдарды, хасса білім, Ахлус-сунна вал жамааттың білім иелерін мәжбүрлейді. Кім осы сөзді айтса, олардың есебінде мұсылман болады. Бұл сөзді айтпаған адам бұл бидат болады. Ол бидатшы болады, немесе кәфір болады олардың есебінде. Осы бидатқа бәлкім бұл күфір болады өзі. Бүткіл халифалықтың бастықтары менен сол муътазилилер, жахмилер күшпенен жұмысқа кірді. Сонда аиммалар Ахлус-сунна вал жамааттың ақидасын сақтап қалуда, елдің адасуынан сақтануда болып, Ахлус-сунна вал жамааттың сөзін елге таратты. Олар сол жахмиттердің келешекте істеген жұмыстары, айтқан ақидаларының кейбіреулері келеді. Солардың бірі Құранды Аллах субханаху ва таала сөйлеген, пайғамбарына түсірген осы сөзін жаратылған деп айтылу. Бұл Құран Аллах субханаху ва тааланың сөзі. Алланың сөйлеуі бол, Алланың сипаты бол. Кімде кім Алланың сипаттарының бірін махлуқ, яғни жаратылған деп айтатын болса, ол кәфір болады. Сөзсіз Аллах субханаху ва таала сөйлейді. Бірақ сөйлеуі адам баласына ұқсаған емес. Біз білеміз періштелер сөйлейтін екенін. Періштелер Аллаға сөйлейді. Келіп пайғамбарлармен сөйлеседі. Періштелер бір-бірімен сөйлеседі. Сол сөйлесу деген сипатын періштелерге айтамыз. Сөйлеу сипатын. Бірақ олардың сөйлеуі біздің сөйлеуімізге ұқсаған бекен? Яғни біз сөйлеуіміз үшін тіл керек, тіс керек, тамақ керек, дыбыс керек, ерін керек.
Ол сөйлегеннен кейін ақыл керек. Осыған ұқсаған нәрселер. Иә? Енді періштелер сөйлейді дейтін болсақ, періштелерде осы төбеде айтылған нәрселердің барлығы бар дегені ме сонда? Егер біз періштелерді көрмеген болсақ, оларды қалай олардың тілі бар, олардың ерні бар деп айтамыз? Немесе оларды көрмегенше сенбейміз ба? Оларды сөйлемейді деп айтамыз ба болмаса? Біз ондай қауым емеспіз, әрбір көрмеген нәрсеге сене бермейтін. Бәлкім Алла субханаху ва таала момындарды ғайыпқа өздері көрмеген, Алла хабар берген нәрселерге иман келтірушілер деп үлкен дәрежеде мақтайды. Аллазина юъминуна бил ғайби ва юқимунас-сала. Намаздан бұрын мақтап жатыр. Олар Аллаға ғайыптан көрмей тұрып сенеді. Соменен бірге Алла үшін намазды орындайды олар деп. Демек, момын әрбір көрмеген нәрсесін жоққа шығара бермейді. Немесе ақылына сай келмеген нәрсені жоқ дей бермейді. Сол үшін Алла субханаху ва таала да сөйлейді дегеніміз, ол дегені адам сияқты оның ерні бар, тісі бар дегені емес ол. Алла субханаху ва тааланың сипаттары өзінің ұлықтығына, өзінің шексіз құдірет иесі сипатына қайтады. Сөзсіз, ол адам баласына ұқсамайды. Бірақ сөйлейді. Себеп, адам баласы өзіне бір зайыф, күшсіз бір сипатына жараса, өзінің сипаты бар, басқа мақлуқаттарда осы сипаттар бар. Бәлкім қияметте Алла субханаху ва тааланың құдіретіменен аяқ, қолдар сөйлейді. Аяқ, қолдарды Алла субханаху ва таала күнә иесінің мойнына істеген күнәсін испаттап беру үшін сөйлетеді. Сонда күнә иелері лима шахидтум алайна, бізге қарсы неге куәлік бердіңдер деп өзінің мүшелеріне айтады, аяғына, қолына. Сонда адамның мүшелері айтады, аятта айтып жатыр бұны. Антақаналлаху аллази антақа кулла шай. Барлық нәрсені тілге кіргізген, сөйлеткен Алла бізді де сөйлетті дейді. Не деген? Ол уақытта аяқтың, адамның санының немесе аяғының немесе қолының тілі бола ма сонда? Жоқ, олай емес. Бәлкім осы уақытта сол аяқ, қолдар Алла субханаху ва таала өзі шектеген бір суретте сөйлейді. Бұл ашин бір ақылды мысалдар. Ва илля Алла субханаху ва таала ва калламаллаху Муса таклима. Алла субханаху ва таала Мусамен сөйлесті деген уақытта соған турадан тура иман келтіруіміз керек. Алла айтады: "Тилка русулу фаддална ба'дахум ала ба'д, минхум ман калламаллах." Ол пайғамбарлар кейбіреулерінен биік дәрежеде қылдық. Олардың ішінен Алламен сөйлескендері бар. Алламен сөйлескендері бар. Алла айтады: "Ва ин ахадун минал мушрикин истаджарака фаажирху хатта ясма'a каламаллахи сумма аблигху ма'манah." дейді. Егер мүшриктердің бірі саған егер бір тыныштық сұрап келетін болса, оған жағдай жасап бер. Хатта ясма'a каламаллах. Алланың сөзін есіткенше. Яғни келіп Алланың сөзін естсін деп жатыр. Бұл дәлел қылады. Алла субханаху ва таала осы Құранды өзінің сөзі деп жатыр. Енді кім Алла субханаху ва тааланың сөйлеген сөзін мақлуқ десе, жаратылған десе, ол кәпір болады. Сол үшін имам Лалакаи рахимахуллах өзінің Шарх Усулул Иътиқад
kitabında 550 salaf salihning 550 g'aliminden köşirip aytadı, olarning bärligi aytadı, Allah'ның Qur'anı kimde kim jaratılgan deytin bolsa, ol kafir degen sözdü alıp keledi. Endi sol siyahtı başka bir mesele var. Kimde kim menin Qur'an degen sözüm jaratılgan dese, ol da bid'atçı болады. Kafir bolmasa da. Sebebi bol jerde başka bir men berilетін жер бар. Осы жерде Jahmitтердің şubhası kirip kalığı mümkün. Kalay ol? Men Qur'an degen sözüm jaratılgan degeni, ol ne dep atыр ol? Qur'an degen sözüm degendegi tildin hareketi mi? Sol dыбыстарды айтып атырмы, немесе Qur'anның өзін айтып атырмы? Осы екі мағананың бірі ықтималды болғандығы үшін бол сөзді істету Jahmitтердің жолынан болып есептеледі. Бәлкім Ahlus-Sunna wal Jamaat айтатын сөзі Qur'an al-Qur'anu kalamullohi g'ayru makhluq. Qur'an Allah'ның сөзі, ол жаратылмаған деген ашық сөзді айту керек. Менің ләпсім жаратылған немесе соған ұқсаған сөздерді айту, бұның барлығы бидатқа алып барады. Бәлкім ол мен итқат қыламын, Allah'ның Qur'an Allah'ның сөзі және ол жаратылмаған деп айту керек. Енді ол жаратылмаған деген сөз ешбір Qur'an сүндетте жоқ қой, неге енді Ahlus-Sunnaның белгісі болып қалды деп айтылатын болса, әрбір уақытта Ahlus-Sunna wal Jamaat бір ерекше бір сөздермен бөлініп тұрады. Басқа біреулерден елде адасқан қауымдарды өзінің бір айыптарымен көрсетіп, және олар туралықпен көрініп тұрады. Негіз бұл пайғамбар алейхиссалату вассалам және сахабалардың уақытында Qur'an Allah'ның сөзі немесе жаратылмаған деген сөздер айтылмаған. Qur'an Allah'ның сөзі болды, біткен сонымен. Бірақ сол Jahmiттер шыққаннан кейін Qur'an Allah'ның сөзі деді оларда. Бірақ олар жаратылған деп айтқан сөзді терсін Ahlus-Sunna айтты. Qur'an Allah'ның сөзі және жаратылмаған деп. Осы сөз анық айтылу керек. Бұл Ahlus-Sunna wal Jamaаттың белгісі. О менен басқа топтар бөлініп тұрады. Және сол сияқты кімде кім мен Qur'anды жаратылғанда деп айтпаймын, жаратылмағанда деп айтпаймын десе, ол да бидатчы болады. Не үшін? Бұл қарапайым адамдарды алдайды осы жерде. Ол өзі негіз Jahmit болуы мүмкін олда. Неге болмаса сүндет иесінің сөзін айтпайды? Себеп қарапайым адамдар сыртта тұрып қарайды. Мынау Qur'анда жаратылған деп атыр. Мыналар жаратылмаған деп атыр. Одан көре біз жаратылғанда, жаратылмағанда демей қойсақ болды ғой дейді, мысалы, бітті. Не керек бар бізге дейді. Болар солардың бірі солардың. Сол адасқандардың бірі, бәлкім имам Ахмад рахимахулла айтады, Qur'anды жаратылғанда немесе жаратылмағанда деп айтпаймын, Qur'an Allah'ның сөзі деп тоқтап тұратын адамдар дейді, аналардан көре, Qur'анда жаратылған деген адамдардан көре зияны күштірек дейді. Жаманырақ дейді. Не үшін? Қарапайым авам адамдарды алдайды. Өзінше әділдікте, орталықта, сәлеметтікте тұрған адам болып шығады. Қазіргі кейбір надандарға сұралатын болса, пәлен бидат па, бидат емес па, мыналардың хавариждердің жұмыстары ма, немесе пәленшілердің істеп атқан жұмысы дұрыс па, дұрыс емес пе десе, мен Qur'an Allah'ның айтқан сөзін білемін, Allah'ның өкіммен өкім қылмаған кәпір болады, болды, мен басқа нәрсе білмеймін деп айтады. Қара. Бұл тура бағанағы адамдардың істеп тұрған сөзі. Себеп қазір Ahlus-Sunna wal Jamaat кімде кім сол осындай такфир аяттарын алып мұсылмандарға қолданып тұрған адамдар, олар такфирилер деп айтып жатыр. Ahlus-Sunna wal Jamaаттың айыммалары. Бұл кісі
Өзінше келіп не дейді? Мен айтамын, не дейді? Алланың өкімімен өкім қылмаған кәпір деп айтам, болды, басқа ештеңе айтпаймын дейді. Мынаны кәпір де демеймін, кәпір емес деп айтпаймын дейді. Міне. Тура сол уақифалар болар. Пәленше Бин Ладен туралы немесе бағанағы такфирилер туралы не дейсің десе, мен мұсылмандарды ғайбат қылмаймын дейді. Өзінше бір ортада тұрған, біреуді ғайбат қылмайтын әділет иесі бол. Негіз Ахлі сүнна уал жамааттың айыммалары ашық көрсетіп айтып тұр. Осы уақытта олардың кім екенін, мынау такфирилер кім екенін, немесе бидатшылар кім екенін. Енді не, солардың жолынан басқа бір жаңа жолдасың ба сен? Елдерден бір бөлекше болып жаңа әділдік жолын таптың ба? Намаз оқымаған адамның сойғанын жесе бола ма, болмай ма десе, ана бір надан не дейді? Олардың сойғанын жесе болады, не істейміз? Әхлі кітаптың орнына қоюменен оларды әхлі кітап деп есептеп жібереміз дейді. Осы менен өзінше бүткіл бәледен сәлемет қаламын деп ойлайды. Қарапайым адамдарды алдап жатыр. Оны сойғанын жесе болмайды десе, біледі ол такфири болып қалады. Ана кейбір бауырлар сияқты. Сойғанын жесе болады десе, бол бағанағы такфирил айтып тұрған, өздерінше айтып тұрған мүржиттерден болып қалуы мүмкін. Сол үшін жесе болады дейді, бірақ ол не үшін? Әхлі кітаптың орнына қойып, содан кейін жейміз. Бұл аузу билlah. Әрбір жағдайда, бұндай әрбір уақытта осындай өзін бір орталықта ұстаушы, өзінше сыртынан тақуа, ғайбат қылмайтын, сәлеметтік, үмбеттің жағдайды ойлайтын бір ақылдылар шығып келеді әрбір уақытта. Бұл сол имам Ахмадтың уақытында да болған. Мен Құранды мақлұқ жаратылғанда демеймін, жаратылмағанда деп айтпайын. Бәлкім мен Құран мақлұқ деймін. Сені қандай адам екеніңді, немесе дұрыс, немесе қисық екенін қаяқтан білеміз біз оны? Не сен Ахлі сүнна айыммаларының сөзін айт, соменен білейік сен альхамдулилля сәлеметтікте екенсің. Немесе сол бидатшыларды сөзін айтты, сомен де білейік о сені кім екеніңді. Амма өзінше ортада бір әділеттік сөзін, ешбір ғалым айтпаған бір сөзді айту, бұл ақиқатта сол надандардың, сол имам Ахмадтың уақытында жүрген надан бидатшылардың жолын тұтқан ақылдылар болар. Сол үшін айтып жатыр: "Уаман саката валам яқул махлуқун вала гайру махлуқ фахуа жахми." Құранды жаратылған демей жатыр ол. Бірақ жаратылмаған да деп атқан жоқ. Солай ма? Жаратылмаған да деп атқан жоқ. Сол үшін бұл жахмет болады. Солардың досы олар. Егер сол бидатшыларды сөзін қате екенін біліп тұрып айтпаса, демек оларды жақсы көреді ол. Сол такфирилерді білсе, солардың қатесін білсе, соларды Алла үшін жек көретін болса, олардың қатесін елдерге баяндап бергісі кеп тұрса, неге айтпайды оны? Немесе құбурилер, немесе басқа үмбеттегі бидатшыларды баяндау керек болады оған жағдай барынша. Жақсылықпенен, жақсы сөзбенен, дәлелменен. Амма өзінше әділ болып ортада тұрып алуы, бұл ақиқаттан надандықтан. Бұл сол бидатшылардың серігі болады. Сол үшін айтып отыр: "Хаказа қала Ахмад ибн Хамбал, ва қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам" дейді. "Иннаху ман яиш минкум", сендердің қайбірларың егер өмірде өтетін болса, жасайтын болса, фасаяра ихтилафан касира, өте көп дінде келіспеушіліктерге жолығады. Фа иякум ва мухдасатил умур, бодан шешім қалай болады десе, сөзсіз адам өмірде өтетін болса, ең шариғатта қатерлі жерлері діндегі бидатқа жолығады ол. Онда не істесін десе, сонда бидаттардан ұзақ болсын, сақтансын. Фа иннаха валала, сол бидаттар болар адасулар. Енді оның шешімі не ол десе,
алейкум би суннати, менің сүннетімді қатты ұстаныңдар. Тура сол сияқты менің халифаларымды, өзімнен кейінгі асхабтарды жолдарын ұстаңдар. Адду алейха бин наваджид, сол Наби саллаллаху алейхи вассалам және асхабтарының жолдарын қатты неменен азу тістарыңменен тістеңдер деп жатыр. Яғни соны қатты ұстаныңдар деп жатыр. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لم وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. Және со нәрсені біл деп жатыр. Жахмиттердің олар сол әрекетке жолығып адасуларының себебі олар Алла субханаху ва таала туралы өздерінің ақылдарын істетті. Ойларын кіргізді. Не үшін болай, қандай ол деген мағынада. Не үшін мынандай сипат, мынау аят не үшін бұлай келді, не үшін қалай бола деген ол, не үшін жаннат жаратылып қойыпты, ол жаннатты қазір жаратылған екені мүмкін емес, мынау деген ақылға сай келмейді деген мағыналар, болардың барлығы ақылға, шариғаттан келген дәлелдерді ақылға салу менен олар адасты деп отыр. Уавадаул қияс, салыстыруды бастады. Адам менен Алланы салыстырды, жаратушы мен жаратылғанды салыстырды. Қай бір нәрсе сол салыстырғанда сай келмесе, өздерінің ақылдарын олын жоққа шығарды. Уақасуддин аля раихим, солай сияқты дінді өздерінің ақылдарына салды. Фаджау бил куфри аянан ла яхфа, соменен ақылдарына сай келмегенді тастау менен өздері надан болған ақылдарыға сай келгенді беркітумен бірге олар ашық күфірді алып келді деп отыр. Соменен өздері қателесіп тауып алған надан ақылдарыменен жеткен бір қателікті кім растаса, оны дұрыс деді. Кім қате дейтін болса, оларды кәпірге шығарды. Енді сондай бір жағдайларға келіп, Алла субханаху ва тааланың есім сипаттарын қалай шешімге баруды білмей, ақыры Алланың бүткіл есім сипаттарын жоққа шығарды. Бәлкім олар Алла субханаху ва тааланы бір жоқ нәрсе сияқты сипаттап қойды. Ол Алла көрмейді, Алла естпейді, Алла мынандай емес, Алла мынандай емес, анандай емес деп бүткіл Алла субханаху ва таала хабар берген есім сипаттарды жоққа шығарып жіберді. Бұл насаруллахал афия ва салама ешбір махлуққа жараспайтын сипаттарды Аллаға берді. Және солардың кейбіреулері Алла субханаху ва тааланы сипаттаған уақытта не деді? Алла төбеде емес, төменде емес, оң жақта да емес, сол жақта да емес, әлемнің ішінде емес, сыртында да емес. Ол қай жерде сонда? Жоқ қой ол деген мағынада. Сол үшін Ибн Барак рахимахулла айтады, олар жахмиттер, олар кәпірлер, олар себеп олар сендер аспанда деп тұрған Раббілеріңді жоқ демекші дейді. Тур сол сияқты Уахиб ибн Жарир рахимахулла айтады. إياكم ورأي جهم فإنهم يحاولون أنه ليس شيء في السماء وما هو إلا من وحي إبليس ما هو إلا الكفر dedi. Сендер жахмиттердің ойларынан сақтаныңдар. Себеп олар не демекші? Аспанда ештеңе жоқ демекші. Яғни Алланы жоққа шығарады олар дейді. Бұл тек қана болатын болса шайтанның уахинан, бұл тек қана кәпір деді. Сол үшін Ибн Барак рахимахулла айтады, біз кейбір жағдайларда еврейлер немесе христиандардың сөзін айтуымыз мүмкін кейбір уақыттарда. Себебі олардың сөзінде бір ақиқаттар болып қалуы мүмкін, бірақ жахмиттердің сөзін айта алмаймыз дейді. Бұл айыммалардан өте көп сөздер келген, олардан сақтану туралы. Имам Бухари рахимахулла айтады, мен дейді, еврейлерден және христиандар және мажустардың сөздерін қарадым дейді. Соменен бәрін салыстырып көрсем, ол сөздердің ішінде сол жахмиттердің күфіріне сай келетін күфір жоқ екен.
Сол үшін Ахлус сунна вал жамаат айыммалары олардың артында намаз оқымаған, оларды ешбір дұрыстықта деп көрмеген. Сол үшін олар себебі Аллах субханаху ва тааланың дінін өзгертуде болды. Келешекте олардың істеген жұмыстарынан қысқаша хабар айтады. Қала баъдул улама минхум имам Ахмад. Ахлус сунна вал жамааттың айыммаларының кейбіреулері айтты дейді. Солардың бірі имам Ахмад рахимахулла, әл-Жахмию кафир деді. Жахмит ол кафир деді. Лайса мин ахлил қибла, олар қибла иелерінен емес, халалу дам, оның қаны адал, ла ярису ва ла юрас. Ол біреуден мерегерлікті қылмайды, одан ешкім мираста алмайды деді. Себебі ол жұмада жоқ деді, жамағатта жоқ деді, ешқандай айтта жоқ, ешқандай садақада жоқ деді. Олар Құранды жаратылған деп айтты. Енді кімде-кім Құранды жаратылмаған деп айтатын болса, ол кәфір деді олар дейді. Және олар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның үстіне соларға қарсы қылыш көтерді. Және кімде-кім оларға қарсы келетін болса, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзі немесе о кісіден кейінгі асхабтары сөйлемеген нәрселерге адамдарды мәжбүрлеп емтихан қылды. Және олар осы істеген жұмыстарыменен мешіттердегі жамағаттар және исламды өте бір күшсіз жағдайға жеткізді. Соменен мұсылмандардың бірлігін бөліп, Аллах субханаху ва тааланың жолында болған, Алланың дінін аяққа тұрғызатын жихадты жоқ қылды. Ва соменен бірге олар Пайғамбар алейхиссалату вассалам және асхабтардан келген асарларға қарсы келді. Және олар Құрандағы екі мағынаға ие болған дәлелдермен ашық мағынаға ие болған аяттарды тастап, сондай дәлелдермен дәлел қылып келтіріп адамдарды шариғатта күмәнға салды деп жатыр. Соменен Раббілеріне қарсы келіп, ол Аллах субханаху ва таала айтқан хабарларды жоққа шығарды. Сол хабарлардың бірі, олар не деді? Қабірда деген азап жоқ, ешқандай хауд деген нәрсе жоқ, ешқандай шапағат деген нәрсе жоқ, жаннатта тозақта әлі жаратылмаған. Және Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтқан өте көптеген хадистерді жоққа шығарып, соменен мұсылмандардың қандарын адал қылып алды. Не үшін? Оларды кәпір дегеннен кейін олардың қандарын адал қылады. Бұл мұсылмандардың ішіне өлтіру немесе оларды қанын адал қылуының себептері бар. Бірінші, ол мұсылмандарды жек көреді, содан кейін оларды кәпірге шығарады, одан кейін оларды қандарын адал қылып өлтіреді. Бұның барлығы бидат иелерінің жолдары. Енді айтып жатыр, кімде-кім Аллах субханаху ва тааланың Құранында болған бір аятты қайтаратын болса, ол Құранның барлығын қайтарғандай болады. Тура сол сияқты кімде-кім Наби саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисін қайтарса, хадистің барлығын қайтарған болады. Бұмен адам Аллах субханаху ва таалаға кәфір болады. Енді осы ақидалар, осы сенімдер оларда қашанға шейін болды? Олар сол патшадан жардамшы тапқаннан кейін адамдарды осы ақидалардың барлығына мәжбүрледі. Соменен Ахлус сунна вал жамаат өте күшсіз жағдайда болып, жасырын болып кетті. Солар өздері адамдардың арасында өздерінің бидаттарын таратты, өздерінің бидаттарын қолдайтын кітаптарды мәжбүрлеп оқыттырды. Болардың барлығы мәжбүрлеумен болатын болса, екінші жақтан адамдардың нәпсіне, шахуатына еритін адамдардың ішінде дүние тарату менен кімде-кім осы сөзді айтып, оған қарсы болған адамдарды, өздеріне қарсы болған адамдарға қарсы болған адамдарды не қылды? Оларға дүние беруменен қолдады. Соменен сол патшалардың жәрдемінде Аллах субханаху ва тааланың дінінде қарсы болуда дайымдықта болды. Соменен бір уақыттағы өмір өткеннен кейін Аллах субханаху ва таала әл-мутаваккил алаллах деген бір халифаны сол
kişi halifalıkka ие болды да, сонымен сол кісі себепті бид'аттар өшірілді. Allah subhanahu wa ta'ala сол кісі себепті ақиқатты көрсетті. Сүндет иелері де, олардың айтатын сүндет сөздері де елдерге жарияланып айтылды, өздері аз болса да. Осылай әрбір уақытта бид'ат иелері көп болып, сүндет иелері аз болса да, ол сүндет иелерінің сөзі Құр'ан сүндеттің дәлелменен, асхабтардың, Наби саллаллаху алейхи вассаламның асхабтарының сөзіменен ардайым олардың сөзі күшті болады. Амма бид'ат иелері Allah subhanahu wa ta'ala жағынан ешқашан бір нұсратта болмайды. Бірақ бұлардың барлығы емтихан кейбір уақыттарда осындай ахлі сүнна вал жамааттың айыммалары немесе жамағаттары емтихан қылыну үшін Allah subhanahu wa ta'ala осындай бір фитналарды беріп тұрады. Енді солай болса да, бұл бид'аттарды айтатын қияметке шейін бар, оған қарсы болған ахлі сүнна вал жамааттың айыммалары да ардайым болады. Сол үшін келешекте имам айтады: "Ва'лам аннаху ла язалу ан-насу фи исабатин мин ахли ал-хаққи вас-суннати яхдихимуллаху ва яхди бихим гайрахум" дейді. Сол сияқты біл, адамдар арасында ахлі сүнна вал жамағат деген ақиқатта, хақта Allah subhanahu wa ta'ala түсірген вахи, Құр'ан сүндетте және Наби саллаллаху алейхи вассаламның асхабтарының жолында тура тұратын жамағат қияметке шейін болады. Және Allah subhanahu wa ta'ala солар себепті басқаларды тура жолға бастайды. Және олар себепті өлген сүндеттерді тірілтеді. Оларды Allah subhanahu wa ta'ala сипаттайды. Адамдар барлығы хилафқа, оларға ақиқат келгеннен кейін өздерінің арасында келіспеушілікке барады. Бірақ فَهَدَى الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala қалаған сондай адамдарды ақиқатпенен, адамдар хилаф қылғаннан кейін, келіспеушілікте барғаннан кейін, Allah subhanahu wa ta'ala оларды тура жолға бастайды. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala өзі қалағанын тура жолға бастап қояды дейді. Сонда айтып жатыр: "Ла тазалу исабатун мин уммати захирин ала ал-хаққи ла yadurruhum man khadalahum hatta yati amrullahi wa hum zahirun." Осы үмметтен бір жамағат қияметке шейін ақиқаттың үстінде дайым болады. Оларға қарсы болғандар да, олармен бірге болып тұрып жәрдемсіз тастап қойғандар да оларға зиян жеткізе алмайды. Олар ахлі сүнна вал жамағат және ахлул хадис деп айтылады. Олар ахлул хадис деп намданғанымен, олар тек қана хадиспен айланысатын адамдар емес, бәлкім ахлул хадис деген намдалған ат иелері, олар сондай атқа ие болуларының себебі, олар ардайым өмірлерін Allah subhanahu wa ta'alaдан болған вахи, Құр'ан және елдердің кейбіреулері тастап қойған Наби саллаллаху алейхи вассалам сүндеті және асхабтардың асарларымен жүрген болғандығы үшін оларды ахлул хадис деп намдалады. Олардың ішінде тафсир иелері болуы мүмкін, олардың ішінде фиқпен айланысатын ғалымдар болуы мүмкін, олардың ішінде араб тілі ғалымдары болуы мүмкін, олардың ішінде хадис ғалымдары да болуы мүмкін. Бірақ олардың барлығы ахлул хадис деп айтылады. Сол үшін имам Ахмад рахимахулла айтады: "Ат-таифа ал-мансура", қияметке шейін ардайым болатын қауым, олар ақиқаттың үстінде тура тұратындар, олар ахлул хадис, білім иелері болмаса басқа кім екенін мен білмеймін дейді. Амма кейбіреулер олар ол бағанағы таифа мансура, қияметке шейін болатындар, олар мұсылмандарға қарсы қылыш көтеретіндер, қан төгететіндер дегені бұл надандық. Себеп имам Ахмад рахимахулла ахлул хадисті, ахлу сүнна вал жамағаттың Құр'ан сүндетпенен тіке түрген ғалымдардан болған жамағатын соларды айтып жатыр. Не деп? Қияметке шейін ешқандай бір зиянсыз сәлемет қалып, осы дүниеде бір сүндетпен өтетін адамдар солар ғана екенін растап айтып жатыр. Осыменен бүгінгі сабағымыз бітеді иншалла. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.